Бірінші кезекте бізде шыны керек өзімізде түсінік болды. Қазақтар кино түсіре алмайды деген. И плюс кино түсірушілерді қазақтар Қазақстан киносына бармайды деген түсінік болды ғой. Сол нәрсені бұзған Қоянбаев болды. Ол не арқылы бұзды? Ол жеке өзінің танымалдылығы арқылы бұзды. Өзінің, яғни ол танымал адам кино түсірді. Кәдімгі Ресейі бар, бізге бар, енді үлкен танымал жігіт. И сол өзінің атына құралған, өзінің имиджі арқылы ол касса жиналды, кәдімгі шаблон бұзды. Содан кейін барып біздің нарықтағы балаларда, жігіттерде қазақша кино түсіріп касса жинауға болады деген түсінік пайда болды. Ал көрермендерде қазақша киноға баруға болады деген түсінік пайда болды да. Бұған дейін білесіздер ғой, кәдімгідей кинопарктерде тек қана шетелдік кинолар тұратын. Ресейліктер өте көп болатын. Қазақстандық кино мүлдем болмайтын, кәдімгідей өте сирек көретін ек. Енді келесі кезекте мысалы тағы бір шаблон бұзған ол дәстүр болды. Комедия болмаса да кәдімгідей кассаны жақсы жинады. Олардың бәрі қандай ход пайдаланды? Олар әнді өте пайдаланды. Дәстүрде қарасаңыз, кино басталар алдын, кино басталғаннан кейін именно нақты осыған құралған, осыған негізделген клиптерді шығарып отырды. Кәдімгі кезегімен шығарып отырды. Ол әннің бәрін орындаған балдар да танымал әншілер болды біздегі. Және олардың бір несі подкаст темасын өте әдемі пайдаланды. Дәл қазіргі уақытта бізде подкаст актуальны ғой. Инструмент тақырыпта осы киноның форматына келетін. Олар кино болады деп айтқан жоқ. Бірақ осы тақырып бойынша өте күшті әңгіме құрады. Кәдімгідей бірнеше ай бойы талқыланды, аналар жерде айтқан оқиғалар кәдімгідей медиада өте жақсы танымал болды. Солай келді да, қазір енді байқасаңыздар, кино шығара алдын міндетті түрде әншілер Қоянбаевтан бастайды, тың студиядан, одан кейін жаңа хабардағы кешаларға барады, одан кейін басқа подкаст алаңдарына барады. Біреулері шоу форматта бірдеңе жасап жатыр. То есть қазір әркім өзінің киносының форматына қарай халыққа жетудің түрлі жолдарын әдейі пайдаланып жатыр. Бұл жерде тек қана хайп емес. Сіз айтқан хайп ол миллионның жасаған бір несі болды. Ал миллионға ол келеді, өйткені олар блогерлер, олар квенчиктер, ана істеп отқан адамдар өздерінің достары деген секілді өздерінің форматына сай дүниені жасап шығарды.